Қытай поездкасынан 20 миллион теңге таптым. Поездкамыз бізге почти тегін шықты. Біз көптеген компанияларға реклама жасадық. Олар бізге төлеп берді бәрін. Сондықтан бесплатно барды десек болады. Ол жаққа бара отыра біз 20 миллион теңге пайда көріп келдік. Дәл солай Сингапурға барған кезімде мен 40 миллион теңге пайда көрдім. Табыс таптым да 40 миллион теңге. Әр мемлекетке бара отырып біз бір табыс көзін тауып көріп келеміз. Қыдыруға бармаймыз. Біз ақша табуға барамыз. Түрлі нәрселерді көруге болады. Әр мемлекетке барған кезде ол жерден бір уникальный нәрсе алып келеміз да, соны енгіземіз и содан біз ақша заработать етеміз. Ол үшін сіз нестандартно ойлау керексіз. Жай адам, қарапайым адам көрмейтін нәрсені сіз көре алу керексіз. Фокус внимание алдында айттым ғой, пленка ауыстыру керек деп. Сіз пленкаңызды қай жаққа қарай ауыстырасыз, соған қарай начинайте обращать внимание дейді ғой. Мысалы 50-ка машина мініп айдап бастасақ, біз 50-ка Камри көре бастаймыз, көшенің бәрінде Камри көре бастаймыз. Мен қазір зикірмен жүрмін да, жұрт көшенің бәрінде зикір көріп жатырмын да, не деген зикір көп деп қоямын да. Сондай екен да. Сол секілді шетелге барған кезде мына фокус внимание ауыстыру керек. Мен осы мемлекеттен полезный бірдеңе алып кетуім керек. Еліме апарып енгіземін, еліме де пайдам тиеді, и өзіме де пайдасы тиеді деген секілді.